Менің есімім Зейнеп. Шағын ауылда туып өстім. Көрші ауылға тұрмысқа шығып келін атандым. Жасым небәрі 18-де еді. Күйеуімнің отбасы анау айтқандай бай емес, бірақ шүкір, бәрі жеткілікті. Мен жоғарғы оқу оқымадым, тек орташа ғана білім. Күйеуім мені оқытуға жағдайы жетпеді. Оның үстіне аяғым ауыр болды. Ата-енем жақсы кісілер. Бір жағы олардың болғаны да бізге жақсы. Пенсиясымен күн көреміз. Өз ақшамызды көлік аламыз деп жинап жатырмыз. Осылай өміріміз бір қарқынды өте берді. Көрші үйге келін түсті, менімен қатар екен. Ол үйдің баласы күйеуімнің сыныптасы. Келіншектің есімі Айдана, қаланың қызы. Оны көргенде өзімді 30-дағы әйелдей сезіндім. Аққұба өзіне күтім жасайтын, оның нәзік саусақтарын көріп, өзімнен қатты жиіркендім. Өзіме мүлде көңіл бөлмейді екем. Біз күйеуміз екеуміз отбасы болып қыдырып, сырттан ас ішіп жүрмеппіз. Ал көрші келіншек Айдана мен күйеуі үнемі бірге қалаға шығып, арасында кафеге барып тұратын. Тіпті мынау тұрған дүкенге бірге баратын. Мен бұған шыдай алмай, күйеуіме ренжуді шығардым. Оған қатты сөйлеп, біреуің бар сенің, неге маған көңіл бөлмейсің, мені жақсы көрмейсің деп, небір сөздерді айтып, жылап қалатын болдым. Бір күні ешкімге айтпай үйдегі жинап отқан ақшаның бір бөлігін алып қалаға кеттім. Соншалықты ақымақ болыппын. Сол бір келіншекке қызығып, тырнақты жасаттым, жаңа киім де алдым. Бірақ ішімде бір үрей бар. Күйеуім білсе оңдырмас деп қорқып тұрмын. Бір жағы білсе не болыпты? Өз әйеліне кетіп жатыр деп, өз-өзімді жұбатып, ауылға қайттым. Келсем, енем отыр екен сыртта мені уайымдап. Емханаға бардым деп өтірік айта салдым. Асығыс үйге заттарымды білдірмеуге тырысып, бөлмеге кіріп кеттім. Күйеуім әлі жұмыстан келе қоймапты. Енем мәз болып, келінім құлпырып кетіпті ғой деп, мені одан бетер шабыттандырды. Қайдан білсін, болашағымызға деп жинаған ақшаны ауаға жұмсап келгенімді. Күйеуім кеш келді. Мені көріп, екі көз доп болды. Мына түрің не? Не мынау? Тырнақ мынандай тырнақпен сен тамақ жасадың ба деп, маған діңкілдеп кетті. Ішімнен қорқып тұрсам да түр бермедім. Не болыпты жасасам? Өзім үшін, өзіме ұнау үшін дедім. Мен сені осыншалықты ақымақ деп ойламаппын. Кезінде үйленгенде қандай керемет қызға үйлендім деп қуанып едім. Қап, бекер екен. Сол бір келіншектің қолдан жасаған сұлулығына, алды-артын ойламайтын сыныптасымның өмірі қызыққаныңа таң қалып отырмын. Қызықсам не болыпты? Мен не бұған лайықты емеспін ба? Оқытпадың, үндемедім. Еш жерге алып шықпайсың, үндемедім. Аяғым ауыр болса да, жерік асымды әрең әкелесің, үндемедім. Сондай мен ақымақ болып, сенің қызметшің сияқты әбіржіп жүруім керек пе деп айғайлап жыладым. Сәл шыдасаң, осының бәрі болар еді, аз қалып еді, бірақ сен барға шүкір етпейді екенсің деп, ашуланып үйден шығып кетті. Мен де бұлай өмір сүрмеймін деп үйден кеттім. Енем мен атам байғұс барынша мені қалдыруға жалынып еді. Мен көкбеттеніп, алған бетімнен қайтпай, ақыры соңы кеттім. Әке-шешем де жағдайлары орташа, мені келгенде аса жақтыра қоймады. Шешем, сен қыз неге қайтып келдің?
атаң, күйеуің бәрі жақсы кісілер еді ғой, деп менің аяғым ауыр екеніне қарамай бар ашуын алды. Әкем азанда сені өзім шығарып салам, өз үйіне қайт деп сыртқа шығып кетті. Негізі күйеуім жалғыз бала, ал мен үйдің ең кіші қызымын. Үйде бір ұл, 2 қызбыз. Анам әні міне дегенше ағаңда үйленеді, ең тынышы өз үйіңе қайт деді. Таң атысымен таксиге отырып күйеуіме қайта келдім. Бірақ мені көргенде аса қуана қоймады. Енем мен атам мәз. Күйеуім үйден шығарда маған сені тек бала үшін ғана кешірем, бірақ бұрынғыдай менен махаббат күтпе деп шығып кетті. Бірақ мен өз ісіме онша өкіне қоймадым. Бір күні көрші келіншек мүлде көрінбей кетті. Не болғанын білгім келіп, табақ сұрауға бардым. Барсам, күйеуім қып-қызыл мас сыртта тапшанда жатыр екен. Енесі ахылап-ухылеп қазан басында тірлік жасап жүр. Сәлем салып, айдана бар ма, бірдеңе сұрайын деген едім дегенде, енесі ол сұрқия жылап, жоқ, үйде кетті қаласына, сасық ауылда тұра алмаймын деп, баламның ар ақшасын алып, оның үстіне бізге айтпай кредит алған. Балам соны көтере алмай жатыр. Әне, шалқасынан дөп түсіп деп ухылеп үстелге отырды. Маған қарап, саған қатты қызығам. Күйеуің, атаң, енеңнің бағы 5 елі ғой. Сен сияқты тәрбиелі келін алған 1000 жасы айналайын деп өз батасын берді. Үйге келіп ұзақ ойландым. Сол бір адам үшін неге мен осыншалықты өзгердім екен, а? Соншама ақымақ болармысың деп өз-өзімді жазғырып, жылап отқанда бірден суым кетіп, жедел жәрдеммен емханаға кеттік. Күйеуім артымнан бар затымды әкеліп, қуанып жүр, әке боламын деп. Ұл бала босандым. Сонда күйеуім маған деп алтын набор әперді. Мен таң қалдым. Бұндай сыйлық күтпеген едім. Күйеуім, сен асыққанмен саған келетін ризық асықпайды. Барға қанағат ет деп, өз ақылын айтып, сені кешірдім деді. Мен сол кезде барып, өзімнің осы уақытқа дейін бақытты екенімді кеш білдім. Бірақ отбасымды қайта өз қалпына келтірдім. Өз-өзіме уәде бердім. Енді біреудің өміріне мүлде қызықпаймын деп. Сіздер де барға шүкір етіңіздер. Бәрі өз уақытымен келеді.